Қымбатты достар, бизнес бастағыңыз келсе, жағымды жаңалықтармен дер кезінде хабардар болғыңыз келсе, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ұлттық нақышпен көмкерілген қазақ қолөнері сан ғасырлар қойнауынан бері жалғасып келеді. Қолдан тоқылған дүние шетелдерде миллиондаған доллар табыс алып келетіні белгілі. Қазақша тықыр кілемше аталған шетелше гобелен бұйымдары бүгінде аса қымбат тұрады, өйткені қолмен тоқылған. Расында қолдан жасалған қазақы дүниелер көп. Ою-өрнекті әдемілік деп танимыз, сән үшін қолданамыз, ал оның сан түрлі философиялық мәні бар екеніне назар аудармаймыз. Мәселен, қазақ ою-өрнегін зерттеген Елена Гомер қошқар мүйіз оюын бақыт, байлық шақыратын қасиетке ие деп есептейді. Бақытты болудың формуласын білетін, ниеті адал адам басқамен бөлісуге асығады емес пе? Қазақтың оюы қуанышқа кенелтіп жатса ғажап қой. Үйіңіздің төрінде дәл осы оюмен нақышталған, бисермен тоқылған картина тұрса әдемі емес пе? Моншақ, яғни бисермен ою-өрнек деп жүрген шымкенттік қолөнершінің бұйымдары расында көздің жауын аларлықтай. Қатты матаға әр моншақты қолмен тоқып өрнектеу қиын шаруа. Біреуін бітіру үшін айлар кетеді. Майда моншақтарды инемен қаздай тігіп шығу да оңай емес. Үлкенінің размері 48-де 36, ал кішісінің көлемі 28-де 20. Үйіңізде ұлттық нақышта безендірілген бөлмеңіз болса, қошқар мүйіз оюымен өрнектелген моншақты кілемшені алуға асығыңыз. Баспанаңыздың бас бөлмесінің төріне іліп қойсаңыз да әсем көрінеді. Сатып алғыңыз келсе, төмендегі номерге хабарласыңыз. 8 701 771 16 48.